Маралда ана Қарлы таудың астында. Санандай түзу болып тұру керек қой бұлар. Иә. Мынаның басы үйіліп тұр төмен қарта. Тап-таза су, мөп-мөлдір су. Әне трещина тұр, әне кольцода, әне оң жағында. Иә, көрдім. Осы көпірмен өтеді ғой, жаңағы КамАЗдар өтіп жатыр ма? КамАЗ емес, Белаздар. Белаздар? КамАЗ жарайды. Белаз. 20 тонналық көпірді қазір просто знагын өзгертіп қойған 70 тонна деп. Мынау міне Қараөткел деген бұлақ. Қазір бұл жай ғана аз болып ағып жатыр, е. Бірақ та жаңа қар еріп, жаңбыр жауған кезде бұл бірақ арнасынан шығып, бұл бұлақ өте үлкен жаңағы аумаққа тарайды екен. Тіпті бұл тараған кезде бір 100 метрға дейін жаңағы аумағы үлкейеді. Сол кезде бұл бұлаққа ешкім ие болып қала алмайды. Сондағы сұрақ жаңағы фабрикадағы улы затқа бұл судың тиіп кету қаупі бар. Оған ешкім уәде бере алмайды 100%. Жоқ, бұл бұлаққа улы зат, натрий цианид түспейді дегенді ешкім 100% айта алмайды.